Сәлем достар, бүгін біз сіздермен сүт тоғыз тортының рецептін түсіретін боламыз. Ең алдымен бізге керекті заттар: бөлме температурасында ерітілген, яғни майымызды аламыз, ұн, 2 жұмыртқа, қопсытқыш және сгущенка керек. Ең алдымен біз майымызды салып алдық ыдысымызға. Енді үстіне біз жұмыртқамызды саламыз. 2 жұмыртқамызды. Енді біз үстіне сгущенкамызды құямыз. Bir банкаде, яғни 400 болады. Енді біз араластырып аламыз осыны. Енді ұнымызға біз қопсытқышты салып, араластырып, осыны енді саламыз. Ұнның барлығын бірдей салып аламыз. Бірінші ұнымызды қолымызбен араластырып аламыз, яғни шашырамыз үшін. Содан кейін араластырамыз. Неге бізде осындай масса шығады. Неге мен осындай пергаментный қағазға барлығын бөліп, 5-ке бөліп салып қойдым. Үлкен қасықпен 3 қасық салдым. Осылай барлығын жеткізіп алсаңыздар болады, бірдей қылып. Барлығын осылай жасап қойдық. Енді пісіреміз. Біз кремімізді дайындаймыз. Ең алдымен біздің кілегейіміз мұздай болу керек, салқын болу керек, және 33-35% болу керек. Төменнен бастаймыз, жайынан бастап араластырамыз. Енді біз оның үстіне қант ұнтағын саламыз. Осылай қойылғаннан кейін сүзбелі ірімшігімізді саламыз. Оны негізі салмасаңыздар да болады. Неге осындай болып қою болады. Неге осындай қою болып шығады. Міне біз жасап болдық, осындай қою болып, әдемі болып шығады. Енді осыны салып аламыз. Мінекей біздің корждарымыз пісті. Бұларды бірінің үстіне бірін қоймаймыз, себебі нәзік, сынғыш болып келеді. Сол себепті осылай араларын ашып қоямыз. Енді біз корждарымызды жинайтын боламыз. Мен осылай кремді жағып шығам. Мінекей осылай жағып шығамыз. Мінекей осылай тортымызды жинап, кремін жағып алдық. Енді қалауыңыз бойынша әсемдейді. Мінекей жан жағын вафельдік үгітіндімен әсемдесеңіздер болады. Мінекей осылай жеміс-жидектермен, артылып қалған кремдеріңізбен әдемілесеңіздер болады. Енді кремі сіңіп тұру үшін біз жарты сағатқа, болмаса 1-2 сағатқа холодильникке жібереміз. Мінекей біздің тортымыз. Біздің үйдегілер уже шыдамай. Күшті болып шығады, жасап көріңіздер. Биіктігі. Дәмі күшті.